Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Төле би ауданы Кеңесарық елді мекенінде арнайы семинар кеңес болып өтті. Өлкетану курсын енгізудің өзекті мәселелері тақырыпқа сай жасөспірімдердің патриоттық сезімін арттыру көзделген тәрбиелік тағылым мол іс-шара туралы тілшіміз кеңірек әңгімелейді. Кеңесарықта өткен кеңеске аудандық қалалық білім мекемелерінің әдіскерлері, қоғам қайраткерлері мен өлкетану кітабының авторлары қатысты. Мамандар білім ұяларына осы тақырып бойынша арнайы курс енгізудің маңыздылығын талқылады. Бұл ұлы дала ұландарының өзі туып өскен топырақты қадір тұтып елге еңбек етуіне ықпалдаспақ. Осы елден түлеп шыққан жалпы азаматтар, осы мектепте сол азаматтармен таныстыру, осы мектебіміздің жалпы білім саласындағы, өнер саласындағы жалпы көрсеткіштерімізді осы елге таныту мақсатында болып жатқан семинар. Туған жер өлкесін жалпы осы облысымызға, одан қала берсе Қазақстанға таныту. Айта кету керек, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бағдарламалық мақаласында білім ұяларында өлкетану жөніндегі өзекті мәселелерді таяу жылдарда шешу керектігі айтылған. Осыған байланысты облыстық семинарда жасөспірімдерді патриоттық рухта тәрбиелеу ісі басты назарда болды. Елдің ертеңгі бағдарланған сергек те серпіністі іс-шаралар пысықталды. Оны жүзеге асырудың тиімді тетіктері талқыланды. Бұл оқулыққа қосымша біздің авторлар тобы баланың сезіміне әсер ету үшін, бала сол материалды жақсы қабылдау үшін біз балаға бейне материалдар қорын жинақтадық. Айтты ғой, елбасымыз өзінің жолдауында интернетте мұғалімдердің үздік сабағы тұру керек деп. Яғни тек қана бұрынғыдай бала оқулықпен шектеліп қалмау керек. Сондықтан біз осы жағында қарадық. Кеңесарық елді мекенде өткен семинар кеңеске ауылдың ардагерлері мен іскер азаматтары да келді. Бәрі де перзенттік парызын ұмытпай, туып өскен туған жеріне тынымсыз еңбек ететінін жеткізді. Соның бір дәлелі болса керек. Осы ауылдың тумасы Өмірбек Шыныбекұлы қара шаңырақ, қара сора құтты мекен сайрам су атты туындысын туған жерге тарту етті. Басқосу барысында өскен өңірдің тарихы жазылған кітаптың тұсаукесер рәсімі болды. Төле би ауданы Сембек Құттыбайұлы, Әли Мәлік Нұржігіт Барпиев, оңтүстік ақпарат.